біздің қоғам заңмен өмір сүрмейді екен. Біздің қоғам түсінікпен өмір сүреді екен, Не деп жауап береді екен сонда олар? Басында бізді шовинист деді. Яғни ол қазақ тілі әлі де бизнестің де экономиканың да тіліне айналмағанын көрсететін секілді да маған. Мемлекет өзінің кейін функциясын ұмытып кете берген сияқты бізде андысын есіне салып отыр ғой. Енді не істемек керек? Біз мемлекетті ауыстыра алмаймыз. Көшіп кете алмаймыз. Армысыздар, бұл Курсив қазақша подкасты. Менің есімім Риза Исаева. Біз бүгін қазақ тілі туралы сөйлесеміз. Қазақ тілі дегенде 30 жыл бойы тұғырына шықпаған, өз елінде бейшараның күнін кешкен деп жылаудан аулақпыз. Біз қазіргі кездегі бизнес пен экономиканың тіліне айналып келе жатқан, смарт ұлттар немесе технар ұлттар пайдаланатын тілдің деңгейі қалай болу керек, проблема неде, немесе нені өзгерту керек деген мәселені өзара талқылап көрмекпіз. Ол үшін біз қазақша жаз қозғалысының өкілі, SMM маманы Жалғас Ертай мырзаны шақырып отырмыз. Қайырлы күн. Сондай-ақ Қабит Тех IT мамандар дайындайтын мектептің негізін қалаушы Динара Қожамжарова ханымды шақырдық. Көріп отырсыздар, екеуі де жас, екеуі де қазіргі қазақ зиялы жастарының өкілі. Сондықтан да бүгінгі біздің әңгімеміз, менің осы бастамам сіздер үшін пайдалы және бір жылаудан тұратын емес, кәдімгі қарапайым біз нені ескермей жатырмыз, немесе нені ескеруіміз керек, неге мән беруіміз керек. Сол жайында қарапайым ғана әңгіме болады. Хейт етсеңіз өздеріңіз білесіздер, бірақ кликбейт жасап, хайп қууға мүдделі емеспіз, өйткені біз шынымен де тілдің проблемасын түсінгіміз келеді. Бұл подкастты дәл осы тақырыпты алуға жақында ғана Форте банктегі дау себеп болғанын жасырмаймыз. Хайп қуаламасақ та, бірақ дегенмен айтыңыздаршы, 30 жыл бойы бір елде біздің еліміздің мемлекеттік тіліміздің тұғыры болмай жатыр деген бір жылаңқы әңгіменің өзі сол тілдің шынменде де үстем болуына, шынменде де күнделікті бизнесте, экономикада және басқа да IT-да, басқа да салаларда пайдалануына бір кедергі келтіріп жатқан жоқ па, қалай ойлайсыздар? Жылай бергенше одан да бір әрекет жасау керекпіз. Біз әрдайым қолдау керекпіз өз тілімізді. Ең бастысы, бастағанда адам өзінен бастау керек. Жай ортада сөйлескен кезде де кейде бір отырыстар, жиналыстар болса, орысша емес қазақша бастап қазақша сөйлеу керек. Одан кейін енді орыс адамдар отырса да, кейінірек аударып сөйтіп жасауға болады. Мен өз басым солай жасаймын. Әрдайым отырыстарда қазақша сөйлеуге тырысамыз бар жерде. Мен барлығын айтып отырамын да. Қай жерде жиналыстар болмасын, қазақша бастаймыз. Және де бізде көп проектілер және жобаларымызды таныстырған кезде міндетті түрде бірінші қазақ тілінен бастаймыз, қазақша таныстырамыз, одан кейін басқа тілдерде. Сол өз тілімізді солай құрметтемесек, басқаша амал жоқ. Менің ойымша бұл жерде жылау деген сөздің анықтамасын біліп алуымыз керек. Егер біз жылау деп қазақ тіліндегі өзі құқылы ақпаратты алуды айтатын болсақ, онда мен күнде жылау керек деп есептеймін. Бірақ менің ойымша біздегі қоғамдағы қазір тілге деген көзқарас өзгерген сияқты. Көзқарастың өзгеруі адамдардың жаңа әлеуметтік топтардың келу, жас балдардың 2000-нан былай қарайғы туған адамдардың қоғамға араласуы, белсенді түрде араласуы тілдегі әлеуметтік ортаның өзгеруіне алып келе жатыр деп ойлаймын. Олар жыламайды, олар талап етеді, сұрайды. Және өзінің құқығын біледі. Осы тұрғыдан қарайтын болсақ, қазір тілге қатысты жылаудан гөрі оны талап ету басымырақ деп ойлаймын. Жылау дегенде, мен әлеуметтік желілердегі бір арнайы күнделікті бір әңгіме тауып беру үшін жасалатын дүние секілді көрініп кетеді кейде. Адамның бір жері ауырса, ол ауырған жері туралы зерттейді, оны айтқысы келеді, оның емін тапқысы келеді, оны талқылайды, дәрігермен талқылайды, туысқандарын айтатын жерім ауырып жатыр деп. Өзі сияқты дәл сол жер ауыратын адамдарды іздейді. Бұл заңдылық. Егер қоғамда ешқандай тіл проблемасы болмаса, ол тіл өзінен өзі шешіліп жатқан сияқты болса, онда ешкім жыламас еді. Ал біз ондай проблеманың шешіліп жатқанын көріп тұрған жоқ адамдар. Мысалы, қандай проблеманы шешіліп жатқанын көріп тұрған жоқпыз? Мен дәл өзімнің мысалымды айтатын болсам, біз тұтынушылық ақпарат
кез келген тұтынушы Қазақстандағы, әсіресе ол тек қана қазақша сөйлейтін тұтынушы болатын болса, ол сол қазақша сөйлейтін моменттен бастап дискриминацияға ұшырайды, кемсітуге ұшырайды. Сіз кез келген кофеханаға барып болмаса, банкке барып болмаса, қызмет көрсететін орнына барып, өзіне тиісті деңгейде қызмет ала алмайды. Ол бірнеше сатыдан өту керек. Ол бірінші ашулану керек, одан кейін ол ұрсу керек, айқайласу керек, скандал ұйымдастыру керек, содан кейін барып ол өзіне қажетті қызметті алады. Бұл стресс, ондай стресске көп адам дайын емес. Көп адам қойшы деп қолын бір сілтей салады, сілтеп те жүру. Сілтеп келдік. Сондықтан менің ойымша тұтынушы жағынан бізде барлық жерде дискриминация ұшырап жатыр деп ойлаймын. Барлық жерде. Мемлекеттік органдарда да, бизнес құрылымдарда да. Бірақ мен айта кететін жай, ол көбінде біздің Астанада, Алматыда, сондай қалаларда көп, ірі қалаларда көп. Бірақ жақында біз өзіміздің Қазақстанның оңтүстік аймағына болып келдік. Оңтүстік аймақ көбісі барлығы толығымен қазақша. Қазақи. Кез келген жеріне кірген кезде де орыстардың өзі қазақша сөйлеп жүреді. Сондықтан біздегі мәселе көбінде осы үлкен ірі қалаларда сол жерде деп ойлаймын. Ірі қалалар шешім қабылдайтын жерлер, олар трендсеттерлер, олар негізгі заңдарды, нормаларды енгізетін орындар. Сондықтан ірі қалаларда тіл мәселесі шешілмесе, ол Шымкентте, Атырауда шешілгені 5 тиын деп айтар едім. Сол үшін де қазақша жаз құрылған сияқты ғой, қозғалыс. Мысалы, қазақша жаз қозғалысына қанша жыл болды? 20-шы жылы пандемия кезінде басталған. Қозғалыс деп былай шарт түрде аталғанымен, ол жай өзім сияқты адамдардың біріккен тобы ғана. Ол сол пандемия кезінде үйде отырған кезде адамдардың барлығы телефонынан үңіліп ақпарат іздей бастады ғой енді. Сол кезде біз байқадық, Қазақстанда жұмыс істейтін ірі халықаралық компаниялар, трансұлттық компаниялар, ірі компаниялардың барлығы әлеуметтік желіде парақшасын тек қана орысша жүргізеді екен. Бұл дискриминация. Менің құқығымды, ақпараттық құқығымды шектеу деп есептедім сол кезде. Және сол уақыттағы интернеттің кең таралғандығын пайдаланып, өзіміз сияқты адамдардың басын біріктірдік бір чатқа. Сөйтіп сол жерде отырып, кім қазақша жақсы жүргізеді парақшасын, кім қазақша жүргізбейді, кім жүргізгісі келеді, кім жүргізгісі келмейді деген сияқты талқылаулар болды. Кейін барып сұрай бастадық, неге сендер қазақша жазбайсыңдар? Осылай басталған 2020-дан бері. Не деп жауап береді екен сонда олар? Басында бізді шовинист деді, агрессиялы формада әрекет етіп жатсыңдар деп айыптады. Шын мәнінде тек қана заңда жазылған құқықтарымызды ғана талап еттік. Тұтынушы ретінде қазақша ақпарат алуға құқығым бар. Тұтынушы туралы заң, тіл туралы заң, ақпаратқа қолжетімділік туралы заң, бірінші заңды айтуға болады, жарнама туралы заң. Сол заңдарға сүйеніп сұраған кезде бізді жек көрді. Себебі біздің қоғам заңмен өмір сүрмейді екен. Біздің қоғам түсінікпен өмір сүреді екен. Қоғамда сондай түсінік бар. Сен қазақша сөйлесең, сен ортадағы тыныштықты бұзып жатырсың. Сен неге бүйтіп сөйлейсің? Совет кезінен қалған болу керек мүмкіндігінше. Сондай түсінік қалыптасқан, ол түсінік заңнан жоғары. Кешіріңіз, біз құқықтық елде өмір сүргіміз келсе, түсінігімізді заңның астына қарай жібергеніңіз абзалырақ деген қорытындыға келдік. Сіз атсалысып көрдіңіз бе қазақша жазға? Мысалы, мен бірнеше рет тербелістеріне атсалысып, жазып, сол бірге телеграмда чаттарыңыз бар, сол жерде инстаграмда парақша бар. Бізде өзіміз жаңа бір парақша жасағанбыз, қазақ IT деген. Ол жерде біз осы біздің IT мамандығына қазақша оқысы келетін адамдарға ыңғайлығып, сонда терминдарды қайсысы аудармасы, қайсысы дұрыс келеді, соны талқылағанбыз. Сол парақшамыз бар қазір кезде, енді адамдар ақырындап қосылып жатыр. Сол жағын айтпасам, жалпы негізінде сіздердікіне енді турадай ешқандай қосылмады ма? Мұхаряповтың дауының шығуына түрткі болған Чуков фамилия компаниясын айтасыз ғой? Иә. Сіздің Чуков фамилия компаниясынан 2020 жылы олардың мобильді қосымшасының қазақша болуын сұрағанбыз. Сосын әлеуметтік желіде парақшаларын екі тілде жүргізуін сұрағанбыз. Сол кезде компанияның өкілі болып есептелетін Әлішер Елікбаев мырза келіп өзі айтқан, бізде қазақша болады. Бірақ 2 жыл ма 3 жыл өтті, қазақша болған жоқ. Сосын
әлгі Мұхарияпов мырза өзі косяк жасады, былайша айтқанда. Өзі фразалармен шықты, кейбір орталарға шығып. Сол косяктан кейін ары қарай ол еселеніп кетті. Бірақ ол косягына біздің қатысымыз жоқ, ол кісі өзі кінәлі сияқты оның сөзіне. Бірақ Choco Family компаниясының мобильді қосымшасында қазақша болуын, сосын әлеуметтік желідегі парақшаларында қазақшада жүргізуін сұрағанбыз, оларыз. Одан берде бірнеше кейс өтті ғой деймін, иә. Қазір соңғы рет мысалы міне Фортебанктың кейсі, оған дейін тіпті өткенде Бизнес FM-нің кейсі, иә, қазақ тілінде жақсы әндер жоқ деген. Мұның өзі қазақ тілінің кемсіту сияқты, иә. Енді осы соңғы Фортебанктың кейсіне келсек, оны сіз жаңа айттыңыз, қазақ граммар дедіңіз, иә. Тобын парақшасындағы бір жігіт байқап қалып. Ол IT маманы өзінің жұмысқа орналасқысы келгенде жаңағы Фортебанктың роботын пайдаланған, олар HR роботы бар екен, рекрутер. Сол жерде сондай талап шыққан, сосын ол скринін жариялап жүргенше әртүрлі басқалар іліп алып кеткен. Мен түсінемін, IT маманның барлығына қазақ тілі қажет болмауы мүмкін, және ол заңдылық, оны жұрттың барлығы да мойындайды. Бірақ Қазақстанда тұрғаннан кейін IT маманына қойылатын талаптың ішіне қазақ тілін білу міндетті емес деп жазылуының өзі, ол жергілікті жердің мәдениетін немесе кәдімгі бір корпоративті этиканы сақтамау деп компанияның имиджіне нұқсан келуі мүмкін дүние екен-ау деп ескермей тұрғаны емес пе, әлде менікі қатема, қалай ойлайсыздар? Менің үшін солай сияқты. Иә, менің ойымша, егер қажет болмаған күннің өзінде ол нәрсе туралы жазудың қажет жоқ. Иә. Негізінде жазбай қойға да болады. Бірақ та үйтіп әдейі кемсітіп жазғандықтары өте дұрыс емес. Жоқ, мүмкін олар кемсітіп жазбаған шығар, бірақ олар ойламай жазған. Бірақ та ойланбай жазылса да олар негізінде жан-жақты қарау керек қой. Мәселелерге жан-жақты қарамайды деген сөз. Яғни ол қазақ тілі әлі де бизнестің де экономиканың да тіліне айналмағанын көрсететін секілді да маған. Мысалы енді IT бағыты ол қазақшалануы мүмкін емес бағыттардың бірі деп мен санаймын, бірақ сіздер жаңа айттыңыз, қазақ тілінде көптеген терминдерді аударуға атсалысып жатырсыздар. Қаншалықты ол тиімді және қаншалықты ол бізге керек? Егер мысалы cloud деген сөзді cloud деп пайдалансақ, visualды visual, digitalды digital деп пайдалану анағұрлым түсінікті, анағұрлым дұрыс болса, өйткені мысалы бұлтты біз неше түрлі аударуымыз, бұлтты деп аударып жүрміз, тағы бірдеңе дегендей. Соны енді әртүрлі аудармалар бар ғой, әркім қалай аударады. Негізінде біз сол қазір талқылап жатырмыз да, ол қайсысы дұрыс деп. Содан кейін бір ұсыныс бермекшіміз, сондай сөздік, терминологиялық сөздік, сондай жасау немізде бар, сол мақсатымызда бар. Себебі енді барлығын аударып бермесек те, кейбір терминдарды аудару, мүмкін болатын терминдарды аудару керек деп есептейміз. Мысалы? Мысалы, жасанды зерде. Artificial intelligence дейді ғой. Енді соны аударуға болады, мысалы, жасанды зерде деп, Көбінде көп оқулықтарда сол қолданады, бірақ күнделікті өмірде барлықтары AI деп береді, енді қысқартып жасанды интеллект деп сөйтіп, жасанды зерде деп. Сондай бізде әркім әрқалай аударғандықтан бір унификация керек та, бір жүйелі түрде жасалыну керек деп ойлаймыз. Енді оған тағы да мамандар да керек деп есептейміз, қазақ тілі мамандары. Қанша пайызы жаңағы сіздің айтқан терминдердің толықтай қазақ тіліндегі ұғыммен келтіруге мүмкіндік бар? Енді жалпы алған кезде ондай көп емес, бірақ 50%-дай. 50% деген көп қой. 50%-на жетпейді енді, бірақ 40-тан асады. Кішкене жеткізуге болады. Онда қазақ тілі, менің ойымша, бәсекеге қабілетті тіл. Менің ойымша, тілдің бәсекеге қабілеттілігін анықтайтын нәрсе ол тілдегі контенттің базасы ғой. Ал біздің мемлекетте негізгі контенттің базасын мемлекеттің өзі құрастырады. Ал былай жеке адамдардың контент өндіруі мемлекетпен салыстыруға келмейді. Ал біздің жағдайымызда қазіргі ситуацияға қарайтын болсақ, мемлекеттік тілін өзінің заңмен бекітілген, конституция бекітілген аударма тіліне айналдырып жүрген. Ол контент өндіруші тіл емес, контент аударушы тілге айналып кетті.
иә сәйкесінше себебі біздің мемлекеттің өзінің мемлекеттік тіліне деген қатынасы тек галочка деңгейінде ғана қалып отыр қазірге. Сондықтан менің ойымша біз осы галочкадан шын ниет пайда болмайынша, галочканы құртпайынша, галочкадан құтылмайынша, шын ниетімен мемлекеттік тілді дамытамыз деген ой пайда болмайынша, жаңағыдай сіз қойып отырған сұрақтар жай мағынасыз болып қалады. Себебі біздегі кез келген бюрократия деп аталатын салаға кіріп барсаңыз, барлығы қазақ тілдегі нұсқасын өтірік аударады да, бірақ жұмыс барысында тек орысша нұсқасын пайдаланады. Әрине ол қазақша өндірілген контентке дәл солай көзқарас болады деген сөз. Дәл солай екінші сорттағы нәрсе деп қабылдайды. Мемлекеттің өзі өзінің мемлекеттік тіліне екінші сорттағы тіл ретінде қарап отырған кезде біз бәсекеге қабілет туралы айтуымыз екіталай. Ал қазіргі қоғамда болып жатқан тілге қатысты позитивті өзгерістердің барлығы дерлік ол тек қана қоғамның ішінің өзінен шығып жатқан нәрселер. Ол кино өндірісі болсын, әншілер болсын, кітап аудару болсын, басқа кез келген жоба ол қоғамның ішіндегі өз өкілдері шығып жатыр. Мемлекет тіпті оған араласып жатқан жоқ, араласып ешқандай құлқы да жоқ деп айтайық. Сол себепті олар тіпті бақылауға да тырысып жатқан жоқ та. Менің ойымша біз бәсекеге қабілеттілік туралы айтқан уақытта мемлекеттің қатысуынсыз қазақ тілінің өзінің бәсекеге қабілеттілік туралы айтуымыз керек сияқты. Мемлекет ол рөлді басқарғысы келмейді, ол рөлге отырғысы келмейді. Тіпті менің көзқарасым осылай. Осыдан бірнеше жыл бұрын бәріңіз де білесіздер, ұлттық аударма бюросы құрылып, 100 кітап қазақшаға аударылып, қаншама ғалымдар тартылып, біз сол жерде өзімізде жұмыс істедік. Мен мысалы жеке қаражат деген кітаптың қазақшаға локализация дейді, біз тек қана аударған жоқпыз, біз осы жердегі заңдармен бірге жаздық. Сол кезде біз көптеген зейнетақы, сақтандыру, акция, облигациялар, салық, бүкіл заңдарды сол кітапқа енгізбек болғанбыз, бірақ біз қазақ тіліндегі заңдарды қазақ тіліне қайтадан аудардық. Сөйтіп қиналғанбыз, жалғастың айтып отқан әңгімесі. Енді былай қарасаң, сол 100 кітапты аударуға мемлекет тарапынан ақша бөлінді. Мемлекет сол контентті жасады. Сосын тағы да бір Саясат Нұрбек мырза келгеннен кейін Курсера аударылды. Курсераның көптеген курстары, соның ішінде IT-ге қатысты курстар аударылды. Және мен өзім атсалыстым жаңағы Python. Сол Python тілі туралы бір сабақтарды қарап, мен мүлде шағылдым, өйткені мен оның маман емеспін, және мен оны істей алмаймын. Дәл сол жерде мен ғана емес, көптеген журналистер, редакторлар істеп берді. Редактор, кәдімгі қазақ тілінің редакторлары. Олар IT мамандар емес. Яғни бізде IT редактор, IT немесе медициналық журналдың редакторы дегендей салалық дүниелерде дамымаған. Және ешкім тіпті дәл сол IT саласының маманын, редакторын тартып, мынаны редакциялайық дегендей бір құлық танытпағаны ма деген мен сонда ой келді. Мысалы, сіздерге сондай ұсыныстар түсе ме? Мысалы, Курсераның, сіз енді IT мамансыз, сіздердің институтта IT мамандар дайындалады. Түсе ма мысалы? Мен білем, ұлттық аударма бюросында ондай мамандар тартылды. Біз әр саланың ғалымдармен бірге жұмыс істедік. Олар бізге ғылыми редактор болды. Ал сіздерде мысалы Курсераның өзімен біз серіктес бірге жұмыс жасаймыз. Біздің курстардың көбісі Курсераға жүктеледі. Бірақ бізде оқыту ағылшын тілінде жүргендіктен бізге оны аударма ешқайсысы қажеттілігі жоқ та. Бірақ менің білуім бойынша бірнеше мамандарды шақырды, сол аударылған кезде, Курсераның қазақша аударылған кезде басқа біздің кафедралардан. Яғни менің айтып отырған тұжырымым сәл-сәл дұрыс емес. Яғни ол мәселенің бәріне, яғни онда жалғастың сөзіне қарсы шығамыз да қайтадан. Өйткені жалғас жаңа ғана айтты ғой, мемлекет оған мүдделі емес деген жоқ. Бас қатырғысы келмейді дейміз. Жоқ, бас қатырып жатыр екен ұлттық аударма бюросы. Бірақ ол андай ұлттық аударма бюросына келейік. 100 кітап аудардық, ары қарай не болды? Соны айтамын. Соны ары қарай таратылмады. 500-ші кітап қайда, 1000-ші кітап қайда? Жоқ. Себебі не? Себеп былтыр бізде министрлік 15 фильмді қазақша дубляждаймыз деп айтты. Бір фильм шыққан жоқ мысалы да. Көрмедік оны. Биыл 3 фильм шығады деді, бірақ оның да тағы да мемлекеттің оған қатысы жоқ. Ол Диснейдің өзінің қаржыландыруымен қазақша шығайын деп жатыр. Мемлекет қайда? Ең негізгі контент өндіруші қазақ тіліндегі жоқ. Құмға басын тығып алған страус позициясында әрекет етіп отыр қазір. Енді не істемек керек? Біз мемлекетті ауыстыра алмаймыз. Көшіп кете алмаймыз. Шығу керек, басқа варианты көріп менің жеке өзім позициям мемлекеттік тіл туралы заң қабылдау керек деп есептеймін.
бұрынғы заңнан бөлек немесе бұрынғы заң 98 жыл қабылданған. Иә. 98 жыл Қазақстан қоғамы қандай болды? 2024 жыл Қазақстан қоғамы қандай? Екеуі екі түрлі әлем. Ол әлеуметтік құрылымы жағынан да, келбет жағынан да, сипат жағынан да, құрамы жағынан, кез келген тұрғыдан тілдік жағынан да екі түрлі әлем. Екі түрлі әлемге бізді қазір 98 жылғы тіл туралы заңмен бәрін реттегісі келеді. Реттелмейді ол. Жаңағыдай фотобанк па басқа ма сол сияқты кейстер көбейе береді. Өйткені не үшін көбейе береді? Себебі заңмен белгіленбеген. Бізде ең бірінші мемлекеттің функциясы қандай? Мемлекет өзінің кейде функциясын ұмытып кете беретін сияқты бізде андысында есіне салып отыру керек. Мемлекеттің функциясы бақылаушы. Ол негізі бәрін бақылап реттеп отырады. Ол ереже орнатады заң шығару арқылы. Міне ереже орнат, заң шығар. Жігіттер, қыздар, міне сен былай жасайсың, сен былай, сенің міндетің мынау, сенің міндетің мынау. Екеуің заң бұзбасаңдар, болды, бәрі жақсы болады. Деу керек. Не үшін бізде скандалдар шығады ол жерде? Сауда орындарында, қызмет көрсету орындарында мемлекеттік тілді білмейтін адам жұмыс жасайды. А онда тек қана мемлекеттік тілінде сөйлейтін адам қызмет алуға барады да, екеуінің арасында дау болады. Егер мемлекет айтса, жігіттер, қыздар, қызмет көрсету орындарында жұмыс істеулерің келе ма, мемлекеттік тілді біліңдер, міндетті деп қойса, онда бітті, ол кезде ешкім бармайды ана жерге. Мемлекеттік тілді білмейтін адам жұмысқа бармайды. Бұл бір функцияны атқарма. Екінші, қазақ тілінің бәсекелестігі туралы. Қазақ тіліне неге сұраныс жоқ? Себебі оны ешкім міндеттемеген. Егер мемлекет міндеттеп қойса, міне сен кассир болғың келе ма, мемлекеттік тілді білуің керек. Сен сатушы болғың келе ма, мемлекеттік білуің керек. Сол кезде кез келген сатушы болғысы келетін адам мемлекеттік тілді білуге барады. Өйткені одан талап пайда болады. Талапты реттеуші орган жасайды, мемлекет жасайды оны. Мемлекет талап қоймаса, мемлекет ереже бекітіп бермесе, мемлекет мынау заң бойынша жұмыс істейсің, мынау заң бойынша жұмыс істемесең, саған айыппұл саламын деп айтпаса, онда қазіргідей скандалдар жалғаса береді. Форте банк болады, келесі басқа банк болады, одан кейін тағы бір банк болады, дайындала береді. Дұрыс айтасыз, иә. Иә, тағы бір подкастқа келіп, тағы бір банкты талқылап отырамыз. Иә, дұрыс айтасыз. Шындығында да біздің елде, мысалы, қазақ тілін талап етілетін мамандықтардың тізімі деген жоқ, және болуы тиіс те емес. Былай қарасаң, есі дұрыс қоғамда мемлекеттік тілді білуі тиіс деп міндеттелуі, ол миға сыймайтын парадокс қой. Жоқ, миға сыятын парадокс. Дәл өзім сияқты елдердің тәжірибесіне қарай үңілейік. Грузиядағы мемлекеттілік туралы заң, Украинадағы мемлекеттілік туралы заң, Өзбекстанда 2010 жыл қабылданған, Қырғызстанда 2023 жыл қабылданған мемлекеттілік туралы заңның бәріне сол жерде жазып қойған. Кім мемлекеттік тілін білу керек, кім білмеу керек. Кім білмей қойса да болады. Спискпен жазып қойған. Сіз айтып отырған парадоксың сол ешқандай тізім бар. Тіпті бізде 2000 жыл былтыр ма, 2023 жылы тіл комитетінің басшысы, аты жөнін ұмытып тұрмын. Сол кісі айтты, біз мемлекеттік қызметшілерге мемлекеттік тілді міндеттейтін норма енгізіп жатырмыз деді. Бірақ ол айналып келді де, ол тек қана басқарушы позицияда отыратын мемлекеттік тілдегі адамдарға ғана міндеттелетін болып шықты. Сол кезде ана кісі айтты, тіл комитетінің басшысы, чиновник, бір минут, жүйенің өкілі. Сол кісі айтты, өзіміздің ішкі чиновниктер қарсы болды деді. Кім қарсы болды оған? Оған әрине сол жерде орта деңгейде отыратын, бастық болып өспеген, бір қазақша білмейтін біздің номенклатураның, бюрократияның өкілі қарсы болды. Оның саны білмеймін қанша, 2000 ба, 5000 ба, 10 000 ба. Бүкіл Қазақстан 10 000 адамның құрбанына айналып отыр шыққанда. Шындығында да балық басынан шірейді деген әңгімені қайтадан енді жаттанды болып, жұрттың барлығы майын шығарып тастаса да қайтадан солай айтамыз. Неге бізде деп. Бірақ жаңа сіз айтқан, сіз атап өткен елдердің ішінде Грузия, менің ойымша, дәл сол заңды қолданғаннан кейін олардың тілі грузин тілінің дамуына өте жақсы әсер етті. Мысалы, қазір Грузияға барсаңыз, сіз барлық жерде тек қана грузин тілінде, сіз ешкім орыс тілінде сөйлейтін ешкім таппайсыз, тіпті олар орыс тілін менсінбейді. Енді бізде бір жалтақтау ма екен? 7000 километр шекарамызды алға тарту ма, білмеймін әйтеуір. Менің ойымша бізде осындай аргумент айтады да, сыртқы фактор. Сыртқы фактор деп. Бірақ мен кешіріңіз, жаңа тіл комитеті басшысының мысалында айтайын, сыртқы емес, ол ішкі фактор. Ішіміздегі бір саудагер мен екінші саудагердің сатып алу мен сатушының арасына кіре алмайды ғой, ол ештеңе істей алмайды ғой. Оны парламент жасайды, оны өзіміздің Ақордада шешім қабылдайтын адамдар жасайды. Енді осындай жерде отырады да, келіп сыртқы факторға лақты. Сыртқы фактор емес, ол жерде жаңа айтқандай 5000 ба, әлде 10 000 ба адамның мүддесі үшін, солардың сол жердегі жылы орындарын сақтап қалу үшін, себебі олар мемлекеттік тіл білу міндетті десе, ертесін жұмыстан кетейін деп жатқан сияқты, солай елестететін болу керек мүмкін өздеріне.
солдан айырылып қалмау үшін ғана істеп отырған сияқты болып көрінеді. Сонда мен 7 километр дым қатысы жоқ сияқты болып елестейді маған оған. Шынымды айтайын. Дұрыс айтасыз. Сіздің пікіріңіз қандай? Менің пікірім негізінде, сыртқы факторларға біз енді қазақтың өзіміздің кішкене не бар ғой, ана біреу кінәлі, анау кінәлі деп, бірақ негізінде адамның кінәні басқаға артқанды жақсы көреміз, бірақ негізі әр нәрсе өзімізден, ішкі жақтан. Ішімізден дұрыстамасақ, ол мәселе шешілмейді. Мемлекеттік туралы заңмен шешілуі болады. Мемлекеттік тіл туралы заңға сондай өзгертулер енгізіп. Жоқ, біздегі заңның аты тіл туралы заң деп аталады. Бізде мемлекеттік тіл туралы заң жоқ қой, дұрыс айтасыз. Бізде жалпы тілдерді, біз Қазақстанбыз ғой, бүкіл тілдің бәрін жақсы көреміз. Сондықтан тілдер, басында ол тілдер туралы заң болатын, аты кейін тіл туралы кішкене ойланды да тіл туралы заң деп өзгертті. Бірақ шын мәнінде мемлекеттік тіл туралы заң керек. Мемлекеттік тіл туралы заңның ішіне басқа тілдерді еркіндігі не кепілдік береді деп жазып қоюымыз керек. Бірақ негізінен қазақ тілінің қолданыс аясын нақты ережелермен бекітіп беретін нормаларды енгізуіміз керек. Мұның соңы саяси дүниеге де кетіп қалады. Өйткені енді тіл ол саясат. Дұрыс айтасыз. Тіл саясат ол, Яғни біздің қоғамда дәл сондай билікке әсер ететін деңгейде бір қозғаушы күш бекен, сол тілді саяси нәрсе екенін дәлелдеп көрсетіп билікке ықпал ететін бір құралдар ма, инструменттер ма, мен білмеймін. Сондай бір нәрсе жоқ секілді ғой, яғни біз шулап Фортенді ұмытамыз, шулап басқаларын да ұмытып кеттік, бүгінде оны да ұмытамыз. Солай ұмытылып ілініп, салынып, сол тіл деген солай жүре беретін секілді да. Және ол Қазақстан ешқашанда менің ойымша толыққанды 100% қазақ тілінде сөйлейтін мемлекетке айналмайтын шығар. Айналмайды да, ол мүмкін емес, өйткені глобализация, Қытай, Ресей деген секілді ағылшын тілі. Сондықтан да бізге бұл мәселені белгілі бір адамдар жауапкершілігіне алып, біз бұны мынандай дүние жасайық деп отырған, сондай бір ынталы топтың жоқтығынан тіл мәселесі саясатқа барып тіреліп, билікке барып тіреліп, содан өзінің жаңағы 30 жыл жылаған тұғырына әлі шықпай жатқан сондай сияқты. Егер осындай бір міндетті жүктесе, сіздердің әрқайсыңыз, екеуіңіз тіл мәселесімен айналысып жүрген адам ретінде бел шешіп кірісер ме едіңіздер? Менің ойымша ең бірінші ол сол биліктегі азаматтар ауысу керек. Ең басында. Себебі жаңа прогрессивті өзіміздің қоғамның ішінде тілге деген жанашыр адамдар болса, сол жерде олар мәселені дұрыстайды деген ойдамын. Мен енді қазіргі кезде ақырындап жаңа қоғам келе жатыр ғой, сол жаққа, сол билікке жететін болса, менің ойымша тілді де олар көтереді. Қоғамның келбеті өзгеріп кетті. Қазақстан халқының 50%-дан көбісі жас адамдар. 30 жасқа дейінгі қателеспесем, халықтың тең жартысы жас адам. Ал бірақ бізді билеуші, бізге заң шығарушы адамдар олар жас емес. Олар орта жас 70 шығар мүмкін, білмеймін қанша екен, есептеу керек. Қақтығыс осы жерден пайда болады. Үлкен адамдардың жас адамдар түсінбеуінен, олардың мотивациясын, олардың ниетін, көзқарасын білмеуінен пайда болады. Тілдің проблемасын қазір қоғам өзі шешуге тырысып жатыр. Ал өзі контент өндіруші, өзі бір трендтер жасақтаушы, өзі бір жаңа бірдеңелер жасаушы, бір идеялар құрастырушы, фильм түсіремін дейді, кітап аударамын дейді, кітап жазамын дейді, болмаса фильм аударамын дейді. Қазір әуесқой топтар көбейіп кетті, мысалы қазақшаға аударатын анимелерді, дорамаларды, басқа да өнімдерде. Қоғам өзі шешкісі келеді мәселен. Яғни ол тілді дамытуға, оны ұстап тұруға деген адамдардың ниеті бар. Тек соны саяси тұрғыдан шешетін уақыт негізі келді. Біз соны билікке бір жеткізуіміз керек секілді. Және біз секілді сондай бір ниетті адамдар көп болса, шіркін, мен сондай нәрсе айтқым келеді. Айғайлап ұрса беретін адам ұқсап қалмайын, кішкене позитивті нәрсе дейді. Менің ойымша қазақ тілінің орыс тілімен бәсеке жағдайында дамуы қазақ тілінің бәсеке қабілетін арттырады. Себебі қанша дегенмен орыс тілі ол ірі тілдердің бірі әлемдегі. Және үлкен территорияны алып жатқан мемлекеттің негізгі тілі болған. Және ол тілде соңғы 300-400 жыл бойы өте көп көлемде контент өндірілген. Және қазақ тілі орыс тілімен онда бәсекеге түсіп түбінде жеңіп шығатын болса,
біз оны жеңіп шығуына мүдделіміз. Қазақ тілінің болашағы, жаңа сіз айтқандай, толықтай қазақ сөйлеп бітпейді емес, толықтай қазақ сөйлеп кететіндей, тіпті аймаққа мәдени ықпалын жүргізе алатындай потенциал бар деп ойлаймын өз басым. Мен де енді қазақ тіліміздің, өзіміздің ұлттық тіліміздің болашағына кәміл сенемін. Жастарды көріп, қазіргі кезде қазақша олар жобалар дайындап жатыр. Соларды көріп өте қуанып жатырмын. Болашағымыз жарқын деп ойлаймын, тілдің болашағы. Олай болса, осындай әдем оймен, шындығында да жарқын болашақтың тілінде сөйлейтін адамдардың әдем подкастын осылай аяқтаймыз. Бізді көріңіздер, пікір жазыңыздар, ой бөлісіңіздер, және біздің осы видеоны да бөлісіңіздер. Келгендеріңізге көп-көп рахмет.